Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге мерекелік дастархандардың сәнін келтіріп тұратын, кез келген ассортиге үйлесетін осындай сырный рулетті жасап көрсететін боламын. Ішінде өте дәмді начинкасы болады. Фарштан дайындайтын боламыз. Ортасындағы начинкасын кез келген ассортиге немесе құр өзінде қойып дастарханға тарта берсеңіздер болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз, үстінен сыр саламыз. Сырды міндетті түрде ең жіңішке үккіштен өткізу керек. Сол кезде тезірек әдемі болып піседі. Мен бұл жерде комо сырын қолдандым, 60% өте дәмі керемет. Үйдегілер осыны айтады. Егер де сіздер басқа сыр қолданатын болсаңыздар, оларды да қоса берсеңіздер болады. Үстіне кәдімгі балалар жейтін манный крупа кашаны қосылатын боламыз. Барлығының мөлшерін описание қалдыратын боламын. Кейіннен кәдімгі осындай малыш дегенді қолдандым. Майонезді қосамыз. Майонез бұл жерде менікі три желанияның майонезі өте дәмді болып шығады. Дәмі керемет, қыздар. Енді бұларды бір-бірімен араластырып аламыз. Арнайы миксерлеп араластырудың қажеті жоқ. Қарапайым вилкамен де араластырса берсеңіздер болады, бір-біріне араласса болады. Кейіннен сары краситель қосамыз. Бұл жерде мен 3-4 тамшы қостым, қыздар. Өздеріңізге қалағанша түс шыққанша қоссаңыздар болады. Қыздар, айта кететін жайт, бұл жерде қызыл немесе жасыл краскада қолдансаңыздар болады, бірақ сарымен фарш әдемі шығып, өте әдемі үйлеседі. Енді өте сапалы качестводағы пергамент қағазына осыны дайын болған массамызды құйып, бір келкетіп жайып шығамыз. Бұл жерде менде поклан деген пергамент қағазы. Барлық жерін бір келкетіп жаюға тырысыңыздар, себебі бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалса піскен кезде дұрыс болмайды. Қызып тұрған печкада 10-15 минут пісіріп аламыз да, бірден ыстық күйінше орап суытуға қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Бұл жерде бізде фарш, пияз және де чеснок, тұз, бұрыш және өзіңізге қалған приправа дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Барлығын блендерден өткіздім мен. Сіздер кәдімгі фаршқа майдалап чеснок пен пиязды қоссаңыздар болады. Ешқандай блендеріңіз жоқ болса, қыздар, немесе мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Енді рулетті жинайтын боламыз. Ол үшін біз фольганы 2 қабаттап төсеп алып, үстіне кішкене май жағып шығамыз да, кәдімгі жаңағы дайын болған тестамызды жайып алып, үстіне фаршты қолымызды сулап отырып, барлық жеріне бір келкетіп жайып шығамыз. Барлық жеріне тиісін, жан-жақтарына шеткісіне тимей қалатын болса, шеті біртүрлі болып қалады. Және де ең шеткі 1,5 сантиметрдей жеткізбей жағамыз, өйткені оны оралған кезде сәл ыңғайсыздық тудырады, қыздар. Нығыздап орап шығамыз да, кейін орап болғаннан кейін үстіне фольганы 2 қабат 3 қабаттап орап пісіруге жібереміз. 180 градуста немесе 160 градуста қызып тұрған печкада 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Әркімнің печкасына қарай әртүрлі, қыздар. Кейін толықтай суытып барып холодильникке саламыз. Холодильникте 1-2 сағат тұрғаннан кейін әдемілеп кесе берсеңіздер болады, қыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай идеальный болып шығады. Кесілген кезде ешқандай ыңғайсыздық тудырмайды, қыздар. Дәл осылай да қоя берсеңіздер болады. Бүтіндей де әдемі етіп, бүтіндей қылып кесіп қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.